Қайырлы күн достар, бұл Метикон білім арнасы, сіздермен бірге Әлихан Ғаниұлы. Бұл видеоны мен колледжде студенттеріме арнап жазып жатырмын. Бізде бұл келесі станция экзаменге анафилаксиялық шок. Сіздерге клиникалық ситуация беріледі. Сіз процедурный медсестра, мен братсыз. Сізге врач назначение берді, сол назначение бойынша науқасқа цефтриаксон тағайындалған. Сіз проба жасамай бірден цефтриаксон редокаммен араластырып внутримышечно енгіздіңіз. Анамнезде науқасты пенициллин антибиотиктеріне аллергия бар деп келеді. Салып кеттіңіз внутримышечно, 5 минуттан кейін сіз науқас шақырады. Барсаңыз науқас төсекте мәжбүрлі қалыпта отыр. Суық тер, беті бозарып кеткен, қолы кеудесінде демалу қиындап, өлетін секілді сезіммен плохо болып жатыр деп науқас сіздерді сразу шақырады. Бұл кезде сіздің қадамдарыңыз бірінші қан қысымын өлшейсіздер. Визуально қарап болғаннан кейін қан қысымын өлшесеңіз, қан қысымы түсіп кеткен ситуация есептен сіздерде 80-50 деп келеді. Бұл нормадан төменірек көрсеткіш. Сразу сіздер анамнезіне қарап, жауаптарына қарап, анафилаксиялық шок диагнозын қойдыңыз. Сіздің бұл жердегі бірінші қадамыңыз ол дәрігерге хабар беру. Мүмкіндігінше науқасты тастамаймыз, егер бар болса үшінші адамның көмегімен. Екінші бір медсестра, медбраттарыңыз бар болса, болмаса санитарлардың көмегімен бірінші дәрігерге хабарлау, екінші анафилаксиялық шокқа қарсы укладканы алып келуін сұраймыз. Немесе телефонмен хабарласыңыздар болады қазіргі уақытта. Бар болса емдеуші дәрігерлер, жоқ болса кезекші дәрігерлер. Ол дәрігерлер келіп, кейін реанимациялық бригада шақыру керек еместігін шешетін болады. Егер ондай мүмкіндік болмаса, сразу реанимациялық бригадаға хабарлаймыз. Бұл жерде сіздер ертеңіз просто дәрігер деп айтасыздар, дәрігерге хабар беремін. Қандай дәрігер? Оған уточнение керек емес. Жалпы енді өмірлік ситуацияда айтып жатқан ғой. Хабар бердік. Сол одан кейін укладка келем дегенше біз оған дейінгі жәрдемдерді көрсете береміз. Бұл кезде науқастың егер отырған қалыпта болса төсекке жатқызамыз. Обычно мысалы бізде басында тұрады жастық. Сөйтіп біз бұл жастықты алып тастаймыз басынан. Неғұрлым басы дененің деңгейінде болу керек, немесе одан төменірек болу керек, чтобы қан қысымы түсіп кетті ғой бізде. Сол миға көп қан бару үшін, чтобы қан айналымы бұзылмас үшін басын неғұрлым төменірек ұстаған дұрыс. Сөйтіп, егер науқас иесі бар болса, ауыз қуысын ашып, егер бір сұйықтықтар қақырды науқасты түкіріп тастауын сұраймыз. Жоқ, науқас иесі уже тежелген болса, ашып, өзімізге қарап бұрып, ауыз қуысын бір тазартып аламыз. Ауыз қуысын санациясын жүргізгеннен кейін аяқтарын көтеруге тырысамыз. Бұл бізде аяққа келетін қанның неғұрлым өмірлік маңызы бар. Жүрек секілді, өкпе, бүйректе секілді ағзаларға баруын қамтамасыз ету. Обычно бұл тренерлің қалпы деп аталады. Аяқ 45 градустан көтеру керек. Кем дегенде 30 градус. Не бар, көрпесі бар, жастығы бар, қосымша заттарын пайдаланып, аяғын астына қойып, неғұрлым биік ұстауға тырысамыз аяғын. Осыдан кейін науқаста таза оттегімен қамтамасыз етеміз. Терезелерді ашып тастаймыз. Укладка келгеннен кейін, егер бізде кислородный аппарат бар болса, сразу кислородқа қосып қоямыз, носовой катетер, немесе маска болса, маскамен қосып, науқасты оттегімен қамтамасыз етеміз. Одан кейін бізде осы уақытта укладка келіп қояды. Укладка кейінгі кездегі ең бірінші қадам ол катетер орналастыру. Перифериялық катетер размері номер 14 немесе 16-шы катетерлерді енгіземіз. Бізде аламыз. Катетерді сразу енгіземіз. Біз мына қолда мониторинг жүргізіп жатсақ, мұнда келесі қолға перифериялық катетер қоюымыз керек. Ең бірінші жасалатын әрекет, себебі давление түсіп бара жатқандықтан сіз бірінші ретте тамырын таппай қаласыз, мүмкін екінші кезде ол ісіп кетуі мүмкін. Денесінің барлығы аллергия реакциядан ісіп кетуі мүмкін, өзі вообще қиын болады. Осы препараттарды енгіземін ала, сол сразу бірінші қадам ол катетерді енгізу болады. Катетерді енгізгеннен кейін біз укладканы қарап, ол жердегі негізгі препараттардың барлығы бар ма, жоқ па, соған көз жеткізіп аламыз. Көз жеткізгеннен кейін не істейміз бұл? Бұл жерде препараттар сізде укладка бетіне тұрады, ертең экзаменге келген кезде. Енді сіз просто бұл жерде сасып қалмай, осы препараттарды сразу санап шығасыз.
енгізу бұл препараттары эпинефрин, гормоналды препараттарымыз преднизолон, дексаметазон немесе гидрокортизон барлығы бетінде жазылып тұр проценттермен бірге мөлшермен бірге қанша салу керек. Преднизолон 60-90, максималды 20 салу керек. Бетінде жазылып тұр. Сальбутамол керек, дифенгидрамин және хлорпирамин. Хлорпирамин деген бұл супрассин, дифенгидрамин димедрол. Осы препараттар санап шығасыздар, одан кейін препараттарды енгізуге арналған жүйелер мен әртүрлі размердегіш тестер. Жүйелердің барлығы бар екен, пятерка, десятка, шпицтердің барлығы бар екенін көз жеткіземіз. Одан кейін әрі қарай науқас жағдай нашарлап кеткен кезде реанимациялық көмек көрсету, яғни бізде амбул қапшығы болу керек. Одан кейін трахея интубациясына керекті түтікшелер. Одан кейін небулайзер аппараты болу керек. Бұл жерде небулайзер аппараты жоқ. Ол жаңағыдай сальбутамолды тыныс алу жолдары арқылы енгізу үшін керек болады. Көз жеткізіп алдық, енді науқасқа біз алғаш көмек көрсетіп бастаймыз. Бұл жерде айтып кететін мәселе, егер де аллергенді еңгінуін тоқтату деген мәселе бар, енді бұл жерде бізде внутримышечно енгізілді, бұл жерде біз жгут сала алмаймыз. Аллергенді енгізу тоқтату, бұл жерде мұздай бассақ болады бұлшықет аймағына, егер бар болса. Бұл кезде біз жаңағыдай укладка кигеннен кейін көмек сұраймыз, ол обычно процедурный кабинеттерде холодильниктің ішінде болады сондай жаңағыдай мұздар, арнайы қалташада салынған. Бұл енді өздеріңіз біліп жүргенде сразу бассаңыз сол жердегі мысалы террасына енгізесіздер, бұлшықетке енгізесіздер, сол жерде мұз бассаңыздар қан тамырлары таралады да, сол жерге қанның аз келуін, солай аллергиялық заттың ағзаға түсуін тежейді кішкене болса да. Внутривенно енгізсеңіздер, сол жерге сразу жгут салып тастаңыздар жоғарырақ. Чтобы аллерген бүкіл ағзаға таралуын кішкене болса шектеу үшін. Енді ол сіздердің қадамдарыңызға берілмеген, бірақ сондай ситуациялар болуы мүмкін, соны біліп жүргендігіңіз дұрыс емес. Сол, егер андай не болса, системада жатқан науқас болатын болса, вопрос системасын жабамыз, бірақ суырмаймыз. Яғни уже бізде ол жерде венозный доступ бар деген сөз, катетер салудың қажеті болмайды ондай кездерде. Осындай моменттерді просто айтып өтейін. Енді біз алғаш көмек препараттарын енгізіп бастаймыз. Бұл жерде біз алдымен 5 рет пятерка шприцті алып, эпинефрин 0,8% 0,5 мл жинап, санның ортаңғы 3/1 бөлігі алдына немесе латералды енгіземіз, яғни бұлшықет ішіне енгіземіз. 0,5 мл эпинефрин ашан енгіземіз. Одан кейін науқастың жағдайын бағалаймыз. Сразу қан қысымын өлшейміз. И жаңағыдай кесарь пульсоксиметр саусағына киіліп тұру керек. Сол жерден оттегінің қамтамасыз етілуін, сатурацияны және пульсті бағалаймыз. Улучшение жоқ. Ол кезде біз қайтадан осыны қайталаймыз. Эпинефрин 0,8% жинадық, қайтадан осыны бұлшықет ішіне енгіземіз. Екінші рет салғанда да әсер болмаса, енді уже внутривенно капельно кетеді. Бұл кезде біз 0,8% эпинефрин 500 мг, бұны біз 500 мл физрастворға ертеміз, үлкен бутылкада. Біз оны жүйеге қосып, дайындап, жаңағы салған катетерімізден уже капать етеміз. Одан кейін екінші салатын дәрі бұл инфузиялық терапия деп кетеді. Инфузиялық терапия, яғни сұйықтықты көп енгізіп, науқастың қан айналымындағы көлемін қалпына келтіру деген сөз. Бұл жерде 1 литрден 2 литрге дейін. Норма тензия қалыпта, яғни науқастың қан қысымы төмендеген, бірақ 90-нан төмен болған кезде 1 литр жеткілікті дейді. Егер 90-нан төмен болып кететін болса, гипотензия жағдайында өзі 2 литрге дейін сұйықтық енгізілу керек науқасқа. Мысалы физраствор 500 кетіп жатыр ма, тағы сондай, тағы 1,5 мысалы литр біз инфузиялық терапия жасауымыз керек. Науқастың катетер арқылы қосып қоюымыз керек. Одан кейін бізде гормоналды препараттар кетеді. 3 бізде гормоналды препарат бар. Преднизолон 60-90, максималды 20 мг. Дексаметазон 8-32 мг және гидрокортизон 200 мг. Қайсысы бар? Соның біреуін ғана енгіземіз. Егер осы үшеуі де бар болатын болса, жалпы ол преднизолон препараты.
бір ампулада 30 мг болады, яғни 2 ампуладан 4 ампулаға дейін енгіземіз преднизолонды. Болмаса дексаметазон 1 ампулада 4 мг болады, яғни 2 ампуладан 8 ампулаға дейін енгіземіз. Гидрокортизон препараты 200 мг. Осыны енгізетін болса, біреуін ғана. Және внутривенно. Жаңағы жүйе бар ғой, сол жүйеден сіз капотет еткен кезде соның резеңкесінен сразу внутривенно струйна гормонал препаратты жіберетін боласыздар. Небулайзер аппараты бар кезде сальбутамол 2,5 мг, 2,5 мл 2,5 мл физраствормен араластырып, яғни 5 мл болды. Соны небулайзер аппаратына қосып, оны маскамен, небулайзер аппаратымен жібереміз. Тыныс алу жолдарына әсер етіп, ол бронхоспазм шақырған кезде сол бронх жолдарын, тыныс алу жолдарын кеңейту үшін, себебі аллергиялық реакция дамыған кезде ол жерде бронхтары тарылып қалады. Содан науқас демаламай жатыр, жаңа экспираторда ентігу болып жатыр науқаста. Соны жою үшін. Егер небулайзер аппараты болмай қалса, сальбутамол препаратында да негізі қатты қажеттілік болмайды, себебі біздің жаңағы енгізген гормональды препаратымыз бар ғой, ол да тоже жаңағыдай іште барып, сол тыныс алу жолдарына бронхоспазмға қарсы әсер көрсетеді. Бірақ соны неғұрлым жасату үшін сіздерге сальбутамол препаратын қосымша берген. Қан қысымын реттеп алғаннан кейін, асықпай, бізде екі препарат бар, антигистаминді, сезімталдықты, жоғары сезімталдықты жоюға бағытталған супрастин және димедрол препараттары. Қайсысы бар, соның біреуін ғана енгіземіз. Екеуі де бар болса, желатин супрастин препараты. Енгіземіз 2% 1 мл, немесе димедрол болса, димедрол 1% 1 мл енгіземіз. Бұл жерде бұларда внутримышечный енгізуге де болады, внутривенно енгізуге де болады. Қайсысы өзіңізге ыңғайлы болып тұр, сол жолмен енгізесіздер. Желатин внутривенно енгізе берген дұрыс. Бұл енді қан қысымын реттеп алған кезде болуы мүмкін, біз препараттардың барлығы енгізіп жатқан кезде науқас жағдай одан бетер нашарлап кетуі мүмкін. Науқас есінен танып қалуы мүмкін. Сол кезде жүрек өкпе реанимациясы, трахеяның интубациясы егер қажет болған жағдайда оған амбу қапшығымен қысымды дем береміз. Трахея интубациясын жасайтын боласыздар. Бұл кезде енді дәрігеріңіз келіп қалуы мүмкін, егер сол нашарлап жатқан кезде сіздер реанимациялық бригада шақырасыздар ғой, келіп сразу жаңағыдай трахея интубациясын жасайды, сонымен амбу қапшығымен жасанды дем беріп, осылай сіздер реанимацияға науқасты тасымалдайтын боласыздар. Бұл енді соңғы қадамдарыңыз болды. Бұл енді түсіндіріп өттім, енді өзім жасап көрсетсем, басында қалай жасап шығамыз. Науқасқа 5 минут бұрын проба жасамай, цитреакцион лидокальный внутримышечный енгізген 5 минуттан кейін науқас мені шақырды, келсем, науқас мәжбүрлі қалыпта, беті бозарып кеткен, өзін мазасыз жайсыз сезініп отыр, экспираторға ентігу, демалу қиындаған, науқас қорқыныш сезінеді. Мен сразу келіп, науқастың бірінші кезекте әрекеті қан қысымын өлшедім. Қан қысымы түсіп кеткен, сатурациясын өлшедім, оксиметрмен сатурация өте төмен деген, және пульс өте қатты жиілеген. Мен сразу анафилаксиялық шок диагнозын қойдым, дәрігерге хабарлаймын. Бұл туралы және анафилаксиялық шокқа қарсы оңалтуға алып келуін сұраймын. Оған дейін оңалтуға келгенге дейін дәріге дейінгі алғашқы көмекті көрсете беремін. Науқасқа қатты биіктікке жатқызамын, басын төмен түсіремін, жанына бүйір бағытына бұрып, ауыз қуысын тазартамын. Одан кейін аяғын 45 градуста оң жоғары көтеремін, яғни тереңдетуді қалпына келтіремін. Бұл қан айналымның механизмін басқарту үшін жасалатын іс-әрекет. Укладқа келгеннен кейін мен алғашқы әрекетім катетер енгіземін, яғни венозодостықты қамтамасыз етемін. Одан кейін науқасты таза ауамен қамтамасыз етемін, терезелерді ашамын, егер мүмкіндік болса, кислородқа қосып, носовой катетермен науқасты оттегімен қамтамасыз етемін. Одан кейін укладканы ашып, мен барлық препараттардың, шокқа қарсы негізгі препараттардың бар екеніне көз жеткіземін. Ол препараттар бізде эпинефрин 18% преднизолон, немесе дексаметазон, немесе гидрокортизон, сальбутамол препараты және флуорпирамин немесе дифенгидрамин препараттары.
бар екеніне көз жеткіздім. Бұдан кейін дәлелденуге арналған жүйенің бар екеніне және альтер көлеміндегі шприцтердің бар екеніне көз жеткіздім. Бұдан кейін реанимациялық көмек қажет болған жағдайда қолданылатын амбу қапшығы трахея интубациясына керекті түтіктер және небулайзер аппараты бар екеніне көз жеткіздім. Менің алғашқы қадамым бұл эпинефрин препаратын бұлшық ет ішіне енгізу. Эпинефрин препараты 0,8%, 0,5 мл мен шприцке жинақтап алдым да сразу санның алдыңғы ортаңғы 3/1 бөлігіне енгіздім бұлшық ет ішіне. Одан кейін науқастың жағдайын қайта бағаладым. АБЦД алгоритмі бойынша қан қысымын өлшедім, сатурациясын қарадым, науқаста ол түшені жоқ. Одан кейін мен осы әрекетімді қайтадан қайталаймын. Яғни эпинефрин препаратын 0,5 мл шприцке жинақтап алып, бұлшық ет ішіне қайта енгіздім. Және мониторинг жүргіздім. Әсері болмады. Енді үшінші рет мен эпинефринді 500 мл физрастворға араластырып, орнатқан критерий бойынша мультивенно капельно енгіземін. Одан кейін жасайтын әрекет бұл инфузиялық терапия. Науқаста гипотензия жағдай болғандықтан 2 литрге дейінгі физрастворды мен науқасқа енгізуім керек, қан айналымдағы қан көлемін қалпына келтіру үшін. Егер норма тезия жағдай болатын болса, онда 1 литр енгізген жеткілікті. Үшінші кезек бізде гормоналды препараттарды енгізу. Үш препараттың біреуі преднизолон немесе дексаметазон немесе гидрокортизон препараты қайсысы бар, соны енгіземіз. Ішінде құпталатын преднизолон препараты. Мен бұл жерден науқастың қан қысымына қарай отырып 90 мг преднизолонды алып, внутривенно струйна енгіземін. Жинақтап алғаннан кейін. Одан кейін келесі препарат бұл сальбутамол препараты. Бұл 2,5 мг, 2,5 мл сальбутамол препаратын мен 2,5 мл физраствормен араластырып, оны небулайзер аппаратының көмегімен ингаляция жасаймын. Солай бронхоспазмға қарсы әсер көрсету үшін. Одан кейін науқастың қан қысымы реттелгеннен кейін мен хлорпирамин немесе дифенгидрамин препараттарының біреуін алып, бұлшық ет ішіне немесе көктамыр ішіне енгіземін. Бұл бізде десенсибилизация жасайтын, яғни антигистаминді аллергиялық реакцияларға қарсы препараттар, десенсибилизациялық әсер көрсетемін. Егер де науқастың жағдайы одан әрі қарай нашарлап кететін болса, мен реанимациялық көмек көрсетуім қажет. Бұл жерде мен трахеяның интубациясын жасаймын, амбу қапшығымен жасанды дем беріп, науқас есін танып, жүрек пульсы жоғалатын болса, тікелей массаж жасап, мен науқасты реанимациялық бөлімшеге қарай тасымалдаймын. Осымен бізде бітті. Так, экзаменге келген кезде маска ұмытпаңыздар, перчатка ұмытпаңыздар. Сразу перчатка киіп келсеңіздер болады. Себебі процедурный кабинетте жұмыс жасаған кезде науқасқа бармай тұрып, сіздің ережеңіз бойынша қолыңызды обязательно антисептикпен өңдеуіңіз керек. Және сіз науқастарға препарат салып жүретін ойында сізде желательно бәрібір перчатка болады. Сосын сразу науқаға кірген кезде перчаткамен кіре берсеңіздер болады. Осы, егер сұрақтарыңыз болса, кейін қоя жүріңіздер сабақ кезінде.